Ассаламағалейкум, аға бауырлар, қалдарыңыз қалай, аман есенсіздер ме? Мен бүгін Алматы облысы Қарасай ауданы Қаскелең дегенге келіп тұрмын. Бұл жерде Рой компаниясы бар еді. Әрген деген бауырымыздың тағы бір филиал ашылыпты. Қаскелеңде, Алматы облысында. Міне сол жаққа келіп тұрмын. Көбісі ойлайды ғой. Лото дейді, көптеген алаяқтық нелер бар Міне үй береміз деп алдап кетеді. Енді біреуден естігенше өз көзімен көріп, өз құлағымен естігім кеп тұрды. Сол мәселені халыққа көрсету керек. Енді өз басым, әр қазағым жалғызым деп жүріп қой. Бір кісілердің ұстанымы әр Қазақстан азаматы үйлі болғаны дұрыс дейді. Ол жағынан келісем, көптеген азаматтар үйсіз күйсіз жүр. Мысалы, қол жетімді баға, қол жетімді условия дейміз ғой, шарттары бар екен. Соны өз көзімен көріп, естігім келіп тұрды. Міне, соны бір ауыз өздеріңізбен бір бөлісе кетсем деп едім. Ассаламағалейкум, аман бауырым, қалың қалай? Жағдай қалай, денсаулық қалай? Құтты болсын, не деймін енді? Алла разы болсын. Жүріңіз енді таныстырып өтіңіздер. Көрейік ақырындап. Адресін бір түсіндіріп жүрсең аман. Қаскелең қаласы, Дәребаева 8А. Дәребаева 8А, дұрыс. Міне балалар жүгіріп жүр ғой. Рабочий. Уже жұмыс істеп жатсыздар ма? Жұмыс істеп жатыр. Бір түсіндіріп жүрсеңіз. Нұрғой кооперативі. Түсіндірім жұмыстары жүріп жатыр. Қыздарымыз менеджер алтын продукцияны жүргізіп жатыр. Жүрміз оларға мешеттемей қояйық. Онда түсіндіре берсін, онда қазір сізге біраз сұрақтарымызды қойып алайық. Әсет мырза, қош келдіңіз. Рахмет. Мен осы Алматы облысы Қарасай ауданында Дәребаева 8А'да қазір кеше ғана осы 3-ші облысымыз тіркелді. Жұмысқа кірісіп жатырмыз. Біздің мақсатымыз әр қазақстандық баспаналы болсын деп мақсатпен жұмыс істеп жатқан сол. Оның іргетасының қалаушы Нұржанов Әрген Орынғалиұлы деген жігітім азаматымыз. Батыс Қазақстанның тумасы. 2019 жылы Орал қаласында юстицияға тіркеліп, 2019 февралында ақпанында заңды түрде ашылды. Бүгінгі таңда 1100 адам үй алды. Біздің мақсатымыз сол. Қазақстандық алды. Кішкене тыныштап аласыздар ма, дұрыс естимін? Қазақстандықтар, азаматтар, әрі қазағымыз, әрі Қазақстан азаматтар үйлі болсын деген мақсатында ашқанымыз сол. Бұл мақсатымыз пайызсыз 10 миллионға дейін үй алуға болады. Бөліп төлеуге. Негізі Аман мырза, сізге біраз сұрақ қойсам. Қазіргі кезге шейін неше адам үйлі болды? Бүгінгі таңда кеше санақ бойынша 1100 адам үй алды. Пайызсыз бөліп төлеуге үй алды. Мысалы, Ройдың қандай бағдарламалары бар? Бұнда бізде 4 бағыт бар. Бірінші бағытымыз бар. Бұл бірінші бөлімі 200 мың теңгеге, mesela былай жағдай төмен отбасылар болады, көп балалы аналарға жеңіл бағдарламасы бар. Ол үшін сіз бірінші 24 айда үй алуға болады. Алғашқы жарнаны 50 мың теңгеден жинап, 4 ай бойы жинақтағаннан кейін 18 айға доғыр отырасыз, сөйтіп 24 айда үй алуға болады. Мақсат сол. Өткен бұл адам 200 мың теңге ақшасы жоқ қой. Екінші бағдарлама қарапайым халыққа тиімді 200 мың теңгемен доғыр біздің келісімшартқа отырасыз, одан кейін 18 ай бойы 50 мың теңгені жинақтайсыз. 50 мың теңге жинағаннан кейін сол ақшаға 19-20 айда үй сатып алып береміз. Бұл үйді өзіңіз таңдайсыз 10 миллион теңгеге. Сол үйді барып оценка етеміз, сатып алушы болып барып келісімшарт түзейміз, нотариусқа барып сөйтіп үйді полный ол кісіге төлеп, үйді сізге сатып алып үйді басын жазып береміз. Соңғы апарып заңды түрде тіркейміз. Одан кейін 10 миллион теңгеден минус 900 мың алып тастаймыз. Неге? Ол адам 18 айда 900 мың ақша жинайды. Son 900 мың алып тастағанда 9 миллион 100 ақша қалады. Сол ақшаны сізге 10 жылға бөліп береміз. Яғни айына 75 мың теңге шығады. Сөйтіп жаңа адам үйі болады. Ол доғырды 2 адам бірге алса болады, күйеуі мен әйелі. Бір үйден 2 адам алса. Бір үйден 2 адам алса болады. Әйелі мен күйеуі или баласының қызы деген сияқты 2 адам бір туғандар бірге алса болады. Ал мысалы бір үйден
жаңа үлкен бір коттедж бірдеңке көретін болса, жаңа сіздер айтқан бір адамға 10 миллион, екі адамға 20 миллион. Бір үлкен коттедж алса да болады, иә? Үлкен коттедж алса болады. Мысалға қарасаң, екі договор біріктіріп, үйіміз 22 миллион болатын болса, 2 миллион қалтасынан құяды, біз сізге 10 миллион, 20 миллионды біз төлеп сізге алып бере аламыз, жағдайымыз бар. Енді қараңыздар, қазір көптеген жерлерде, мысалға жаңағы мен өзіміздің басымыздан да өтіп жатыр, көріп жатыр ғой әлеуметтік желіде. Мына адамдар жинаған ақшасын қайта шығара алмай жатыр да, қысылған жағдай болады ғой енді. Әр нәрсе болады енді, адам болған, пенде болған. Сол жинаған ақшасын қайттан қайтара ала ма? Шешем десе қайтадан. Бүгінгі таңға дейін, осы марттың соңына дейін кімдегі 200 мыңға договор отырып қалған ақшаларын бәрін қайтарып біз бердік. Бізде былай договор жасағаннан кейін 14 күн ішінде 200 мың теңге ақша қайтады. Ол адам 16 ай құйып қойып, мен договорды бұзамын дейтін болса, 16 айын ақшасы қайтады. 14-тен алғаш 200 мың теңге жарна ақысы ол қайтпайды. Өйткені ол біздің ойының дамуымызға салатын ақша болып есептеліп тұр. Енді бұл жерде көп адамдар қиналып жатқанда көп бала аналар жаңағы шыны керек. Сол кісілерге қандай жаңағы қалай айтсақ екен, жеңілдіктер бар ма екен, соны түсіндірген соң. Аналарға мынандай жеңілдік жасап қойғанымыз, 200 мың теңге ақшасы болмайтын болса, 50 мыңнан жинақтайды. Әр ай 50 мыңнан жинайды, 4 ай жиналады. 4 айдан кейін ары қарай жаңа договоры. Келген бойдан бастап сразу договор ашамыз. Сол айда 50 мың теңгесін құяды. Келесі 50 мыңдық сөйтіп 24 айда үйге жетуге қол жетуге болады, алуға болады. Жеңіл программа. Өте қиналмай. Біздің Арген Орынғалин айтқан сөзі бар ғой, әрі қазан кредит алмасын. Несіз, қиналмай, пайызсыз үй алсын деп отыр. Қазір бүгінгі көріп отырсыздар ғой. Енді бұл Рой компаниясы өзіңіз қалай келдіңіз, қалай естіп келдіңіз? Мен де былай Рой кафеге келген себебім, мен негізі бір көршіміз әйел адам естіді. Сол маған айтады, Рой деп. Соны ашып ютубты ашып қарайтын болсам, Арген Орынғалин екен. Ол кісі мен бала кезінен, жас кезінен танимын. Бір облыстан, бір ауданнан шыққанбыз. Екеуміз бір университетте бірге оқығанбыз, семейный араласамыз. Сондай жайымыз бар. Енді қараңыз, енді сіз келдіңіз, сіз келгелі бері мысалы өзіңіз жұмыс істеп келесіз, қанша адам үйлі болды өзі? Бүгінгі таңда кеше санақ бойынша 1100 адам үй алды. Жоқ, ол общий, өзің келгелі бері. Мен келгелі бір 500-400 адам үй алды. Мен келген уақытында ар жағында примерно сондай адамдар үй алды, қалған кәрі алып отыр. Осы март айында, наурыз айында 66 адам үйлі болды. Қазір сізге алған адамдар келді. Жаңағы естіп келгендер бар. Кеше жаңағы ашылу болады деп енді бір ауыз айтқан едіңіз, өзіміз бір шаруалармен сыртқа шығып кеттік, енді сол бүгін келіп отырдық та, сол ана өзіміздің құлағымызбен, көзімізбен көрейік деп елден естігенше басқа жерден. Сол, онда мына жақта жаңағы бізде көптеген сұрақтар болады ғой, мына Рой компаниясын қалай көрсек болады, өз құлағымызбен, өз көзімізбен көрген дұрыс та, қазіргі кезде көптеген жаңағы нелер бар, алаяқтар бар, алдап кетеді, нетеді. Енді бұның жаңағы әлеуметтік желіде сіздердің жаңағы Инстаграм дейік, жаңағы басқа да нелерді қалай көрсек болады? 21 ғасыр қазір Инстаграм, Фейсбуктарда бар. Сізге қазір қосымша жүктеме сізге Әсет мырза сізге беремін. Сол қосымша жүктеме арқылы ссылкалықтары өзіңіз кіріп, сол жақтан мағлұматтарын алсаңыз болады. Все, жақсы. Онда мына жақта түсіндірме жұмысын жүргізіп жатыр екен, бір көріп кетсек ренжімесеңіздер. Аха, жақсы. Саламатсыздар. Бізде осындай бастапқы жарнасыз, Рой кооперативі ешқандай пайыз жоқ, пайызсыз. Одан кейінгі бастапқы жарна құймаймыз. Мысалы, әр түрлі банкіміз квартира үй алатын болсақ, бастапқы жарна міндетті түрде төлеуіміз керек болады. Рой кооперативінде бастапқы жарна біз төлемейміз. Ол халыққа бізге тиімді жағы. Екінші, үшінші жағы. Несиелік тарихқа қарамайды. Айтады ғой, несиелік историясы дұрыс па, дұрыс емес па деп. Көп адамдардың қазір история тарихы бұзылған, соған байланысты бізде Рой кооперативінде несиелік тарихқа қарамайды. Одан кейін бізде стандарт бағдарламасы, тағы да осы Рой кооперативінің 4 бағдарламасы бар халыққа тиімді. Мысалы, мен стандарт бағдарламасын түсіндіре кетейін сіздерге. 18 ай 200 мың теңге ақшамен кіреміз, кіру жарнасы, 18 ай 50 мың теңге ақшамен төлейміз. 900 мың теңге біздің өзіміздің счетіміз ашылады, өзіміздің артымызда, сол счетқа ақшамызды құйып отырамыз. 18 ай төлеп біткеннен кейін головной офисқа барамыз. Офисқа келіп, өтініш жазамыз. Мен 18 ай 50 мың теңге ақшадан құйып болдым. Құйып болғаннан кейін өзіміздің кезегіміз келеді. Әр адам өзінің қалауынша, өзінің тұратын жерінен, өзінің облысынан, өзінің районынан
баспана таңдай алады. Жер үй ма, немесе благоустроение дом ба, этаж үй ма, көп қабатты. Әр адамның өзінің осы бір адамға 10 миллион бір доллар ғана рұқсат етілген. Ал енді қазіргі таңда үйдің бағасы өте қымбат, жоғары. Соған байланысты, мысалы, мен өзім жолдасымыз екеуміз бірігіп, 2 долларды біріктіріп, 9 миллион өзіме, 9 миллион жолдасына біріктіріп, 2 доллар аштық, 2 долларды біріктіріп, 18 миллионға үй алатын планымыз бар. Сондай жоспармен тіркелдік. Кімде қандай сұрақтарыңыз бар? Сұрақ қойсаңыздар болады. Енді не жерде қараңыздар, сұрақта